Ресейдегі. Осы кнопка болмаса машина болмайды деп жатыр ғой қазір. Осыны енгізіп жатыр. Сос деген кнопка бір авария, бір далалықта тоқтап қалғанда неткенде осыны басқанда оператормен сөйлесуге болады екен. Мынау мен достар білетін шығарсыздар оны. Мынау жаңа есіктің несі міне. Есіктегі дор деген есік қой негізі мына жан. Мынау не болса керек бізде. Люк бар ғой бізде төбеде. Люк бар, люктың ашып нететін. Мынандай люктікі бәрі. Бізде не бар? Очечник бар бізде мінде. Очечник. Көрдіңіздер ғой өте іші әдемі. Жұмсақ, жұмсақ. Міне. Көрдіңіздер ма? Достар, мен люкті сіздерге бұлай көрсетейін. Міне, бізде люк. Люкті бұлай біз жабамыз. Өте керемет екен люкті. Біздегі мына алдыңғы немізде мына қараңызшы. Бұнда не салатын бар, өте жақсы. Удобный екен мұнда. Мына бұлай. Не болса керек мұнда. Мұнда жанса керек, түнде жанады. Айнамыз бізде. Мұнда микролифт мұнда достар бізде. Микролифт. Мұнда да бізде солай. Бізде микролифт. Сонымен енді алдыңғы дисплейді көрсетейік бізде. Міне мынау дисплей бізде. Door open деп қойды, есік ашық тұр бізде міне. Циферблаттарымыз міне 220, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 кетеді екен бізде. Өте керемет руль кожаный бізде достар. Руль кожа жұмсақ, өте жұмсақ және кожа мына жерлері шынымен де тігілген достар. Тігілген тігіс, ол не емес, обманки емес. Мында жолды ортасында нететін шеткі нелерді байқап отырады. Мынау да солай болса мынау жаңа круиз контроль дейді. Мына жаңа тездікті ұстап отырады. Мынау магнитофондікі, магнитолан мынау. Алдыңғы, артқы дорожка дейді. Магнитофондік жаңа естігенді білмедім не екен, мынаны да білмедім достар. Бұл бізде мына жерде міне астында міне кнопканы көріп тұрсыздар, руль ысытатын да бар екен. Яғни рульді ысытады бұл. Подогрев руль дейді бізде. Мұнда кнопкалар бар бізде. Магнитофондық болса керек мұнда. Телефондікі, голосовой сөйлеуге мынау. Кнопканы басып тұрып сөйлейміз. Соғырс, волуме дауыстікі. Перемотка, вперед-назад, алды-артқа. Бізде фирменный значок Subaru SRS Airbag. Өте керемет бізде достар, өте керемет. Мына жерінде мындай несі бар. Міне бұлай көріп тұрған мына жерінде селектор мынандай есетіна. Бұлай. Плюс-минус, мына жағы плюс, мына жағы минус. Минус, мына жағы плюс. Бұл магнитофондық болса керек енді достар. Мынау енді мына біздің жаңа дворниктердің несі, инструментелері, формулалары міне қалай, қандай. Мынау бізде фара, міне фарамыз міне достар. Фара бәрі, мынаның бәрі бізде фара. Мынау да бізде жаңа көрсеткенде, мынау да фара бізде достар. Бұл жерде бір жақсы жер, мына комплектация, люкс комплектация достар. Мына қараңыз міне. Engine старт стоп деген бар, яғни мына кнопканы бассаңыз, машина оталады. Кілт тығылмайды, бұнда кілт нететін жоқ. Engine старт стоп, кілтсіз оталады. Мынау старт стоп деген сол.
Мынаны жаңа мен сіздерге көрсеттім. Мына кристаллический мына экран сіздерге мына полноценный автомат. Автомат жақсы ғой, автомат өте жақсы. Я мына сіздерге нені көрсеттім ба? Подлокотниктің барды. Өте керемет достар. Мында іші деген іші жұмсақ материал, іші керемет. Мынау жаңағы соны қоятыны. Мына қараңыздаршы достар, Subaru дейді. Made in Japan дейді. Японский, Япониядан әкелінген мынау. Машинаның өзі Япониядан шыққан бекен. Японияда себебі сол рөлдегілер шығатын. Оң рөлдегілер. Мынау да Япониядан шыққан болса керек деп өзім есептеймін. Мынау. Мынау ненікі. Мына жерге мынау салып қоямыз. И мынаны былай жабамыз. Кіртекті. Мынада енді мені ашық. Бардачок бізде міне микролифт бар. Бардачокте міне микролифт деген мына жабылады. Міне ашқанда. Әне микролифт дегенді осы достар бізде мынау не. Мынау бізде міне машинаның несі болса керек. Машинаның данныйлары мінде бізде мынандай. Мына жерде де бір кнопка бар екен достар. Давление шина, дөңгелектің несін. Шинаның несі мына жаққа тұр. Ол мына жақта болу керек еді. Ол неге бұл жағында тұр, мен таң қалып тұрмын. Керемет. Керемет, бәрі өте керемет. Сөз жоқ, мен тіпті айтуға сөзім жоқ, өте тамаша. Мына қараңыздар. Міне. Достар, міне. Алдыңғы есіктің карталары, ішкі панелдері міне. Алды осындай достар. Енді түсіп біз енді артын көрейік. Қазір артына отырып көреміз. Артына есік мынандай достар. Бізде жаңа есікті сіздерге көрсеттім. Есік жабылды. Енді артын көрейік достар. Біз артына да отырып көрейік. Терезе өз заводской. Терезе іші көрінбейді. Заводской тонировка болса керек бұл терезе. Міне артқы есіктің үлкен ашылуы достар. Өте керемет ашылған. Міне үлкен бұлай ашылады. Міне. Бұл достар кожа. Алдыңғы есікті көрсеттім ғой. Мынау жұмсақ пластмасса, мынау кожа, мына тігіс. Бұл обманка емес, шынымен де тігілген. Міне екі түсті кожа. Мұнда кожа екі түсті достар. Жұмсақ пластмасса, мынау алюминиевый вставка дейді. Алюминий түстес, мынау карбоновый вставка дейді. Ол карбон түстес. Мынау міне өте керемет пластмасса. Мынау өте жұмсақ. Жұмсақ мынау достар. Өте жұмсақ. Мынау енді авто дейді, жұмсақ, өте жақсы. Міне, мына жерлерді достар, міне, көріп тұрсыздар. Міне, кожа, толық кожа, міне, полноценный, чистый кожа, міне, қара. Қызғыш свет, міне. Мына жерлерді жақсы екен. Достар, ал енді отырып көрейік артына. Бізде артта да біраз не болу керек артында да. Достар, міне, артында бізде микролифт. Артында микролифт бар бізде. Мынау не бізде достар? Артқы жартқыш, артқы нені. Міне бізде достар. Көріп отырсыздар ғой немізді. Люкті. Люк мында. Мында. Алдыңғы не мынандай міне достар. Көрдіңіздер ме? Өте керемет па? Міне достар. Жақсылап қараңыздар, міне. Менің жеке өзіме өте жақсы ұнады, міне өте керемет. Тамаша, тіпті мен қалай бағалауға тіпті
сөзімде жоқ мұнда. Иә, өте керемет достар, міне иә, өте кең. Міне мен свободный отырмын, міне менің аяғым, міне аяғым қайда жатыр, алдыңғы сиденье мен артқы сиденье мен алдыңғы сиденьенің ара қашықтығы қайда жатыр мұнда бізде. Не қалташа. Иә, керемет. Боже, мына бір жақсы жер мұнда да достар, ана субаридтің не дикті мұнда да не замок екен, міне көрдіңіздер ме, замок. Яғни, иә, не неткен кезде, кір шаң болған кезде, міне дальше былай кетеді, міне көрдіңіздер ғой. Кір шаң болған кезде алып жуып қайтадан химчистке апарасыз, болмаса, солай нетесіз. Міне мына СРС airbag, СРС мына жерінде де бар. Мына жерінде болса, жоқ, бұл жерінде жоқ екен достар. Тек мына жерінде бар екен. Арғы бөтен комплектацияда ана жерінде де бар еді. Есіктің мына нелері өте керемет бізде. Резина, пластмасса. Өте керемет, тамаша бізде достар. Сонымен міне аяғым қайда қалды, мен былай отырмын. Неше елді, неше қарыс, мен біраз бар, міне еш тимейді. Кең, өте тіпті деген айтуға сөз жоқ. Мынау енді артқы жолаушылардың, пассажирлердің несі, міне воздухзаборник дейміз бе, қалай, ауа үрлегіштері, міне қалеген бағытқа міне нетеді, икемге келетін. Көрдіңіздер, мынау нетеді, мынау ашылады, жабылады. Бұлай. Мына жерде міне мынау артқы сиденьені артқы отырғышта жылытатын, міне артқы екі отырғышта жылытатын. Мына жерде достар, міне екі не деп қойды ғой, бұл жаңағы не. Астында мына не бар, міне көрініп тұрған болса керек. USB. Бұл жаңағы не зарядтайтын, заряд. Көрініп тұр ғой, батарея зарядтайды. 2,1 амперлік. Соткада зарядтауға болады. Сондай нелерді. Токпен осындай батареямен нететіндерді осылай зарядтауға арналған. Сонымен осындай көліктің іші, осындай бізде Субаридың іші, міне. Өте артқысы, міне мынадай арты. Міне өте керемет достар, өте керемет бізде, міне кеңдік